Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз азық-түлік дүкеніндеміз. Өздеріңіз көріп тұрғандай, көкөністер мен жемістер. Енді бүгін біз азық-түлік дүкенінде кәдімгі жемістерді көру арқылы сөздерді үйренетін боламыз. Енді бүгінгі бізде бірінші сөз алма, яғни бұл жасыл алма. Келесі қызыл алма. Апельсин, жүзім, бұл да бізде жүзім, лимон, банан, бізде бір банан, банандар. Біз жемістермен танысуды жалғастырамыз. Ал бізде шабдалы. Келесі жеміс бұл қара өрік. Сары өрік. Бұл киви. Ағылшын тілінде де киви. Бұл Қазақстанда өспегендіктен біз оны шетелден келген атымен атай береміз. Бұл киви. Алмұрт, грейпфрут, кокос, авокадо және ананас. Осымен бүгін біз жемістерді үйренуді аяқтаймыз. Енді жемістердің барлық аттарын ақырындап үйрену үшін келесі видеоны көреміз. Жасыл алма, қызыл алма, апельсин, жүзім, лимон, банан, банандар, шабдалы, қара өрік, сары өрік, Киви, алмұрт, грейпфрут, кокос, авокадо, ананас. Осымен бүгін біз жемістердің атын үйрену сабағын аяқтаймыз. Менен бірге қазақша үйренгендеріңізге рахмет. Сіздердің жемістердің аттарын жаттауда сіздерге сәттілік тілеймін. Келесі сабақтарда көріскенше сау болыңыздар.